сіздерді көрсетем. Ес, қоңырау соқты, енді мен кеттім. Луна, кеттік. Оның көзін жоямыз. Кеттік. Әсем кеттік. Мұғалімде бір ұрсып бітті ғой Әсемге. Сабақ бітті. Сабағыңыз мұғалім үшін сабақта кездесеміз. Луна, Әсем. Луна, Әсем. Сендер мұнда не істеп тұрсыңдар? Кеттік кабинетке. Мылжың. Короче, сөйлей бермеш. Сен қазір мылжыңдап тұрғанда, мен сен шапалаққа ұрам. Кешір, бұл жолы мен ұрмайым, бұл жолы Луна ұрады сен шапалаққа. Жоқ, қыздар, ұрмандаршы, мен сендерге не істедім? Сен маған не істедің? Әрине, сен мені сыныпта барлық достарымды алып алдың. Десе ма, сен кесірінен мен мұғалімнен күнде ұрыс естимін. Неге өйткені? Өзің айт. Айтсаңшы тез. Мұғалім саған неге ұрысқанын айтып берейін. Мұғалім просто сен менен көшірмейсің, жақсы бала болсын деп не айтқан. Әйтпесе мұғалім сені жаман болсын демейді ғой. Мұғалім сен менен көшірмейшісін айтқан. Сен не деп тұрсың? Қазір өзім ұрам сені. Мұғалім? Иә, мұғаліміңмін. Көңіңді тарт. Неге сен қайта ботаникке тиісе бересің? Немене мені танымай қалдың ба? Жоға. Сіз мұнда не қылып жүрсіз? Сіз басқа балаларға бермейсіз ба? Басқа балалар мені күтеді. Ал, неге оны ұрдың? Жауабын айтшы. Мен бағанадан бері сенің даусыңды естіп тұрғанмын. Біз ойнап тұрғанбыз ғой. Біз ойнап тұрғанбыз. Негізінде біз ойнап тұрғанбыз. Немене ойнап тұрғанбыз дейді? Мен бағанадан бері сенің даусыңды естіп тұрдым ғой. Әлде кино түсіріп жатырсыңдар ма? Болды. Тез. Қазір әдебиет сабағы басталады. Кіріңдер сыныпқа. Тез. Қапыны ботаниктің тағыда жол болды ғой. Рахмет, мұғалім. Ой, абадағым түсіп қалыпты ғой. Рахмет. Ай, оқушылар деген осындай болу керек қой.